Досымдан да что-то көп шығады сияқты меніңше. Рекорд жасайды явно. Мен андай Рекорд жасайды сияқты. 51-де 4. В общем, бұлардың барлығын неге жинадым мен? Осында тауға өзім жинап отырмын. Бүгін осы жігіттердің барлығының қаншалықты мықты екенін тексергім келіп отыр мен. Что тексереміз а? тамақшы болғаннан кейін тексерейік. Тексереміз а? Қалай? Қазір мен бір құпия қаруды шығарам, сонымен тексеретін боламыз. Все, алдындағы давай. В общем, бүгінгі ютуберлердің қуатын тексеретін боламыз осындай нәрсемен. Олар қаншалықты қысады, қанша килограмм қысады, соны осы арқылы тексеретін боламыз. Ну и короче, былай қысамыз. Кімнің қолы қанша килограмм шығады, соны тексеретін боламыз. Так, бізде бірінші Нунаконның күшін тексеретін боламыз. Бір рет па? Менде тек бір шанс па? 3 шанс бар. Үшінен ең қайсысы мықты болады, соны аламыз. Мен жай ғана серуендеп келе жатып, көңілі түсіп отқан Айшуақ досымды көрген болатын. Амандасып, хал жағдайын сұрастырып, одан кейін не болғанын сұрадым. Сөйтсем досымды трейдерский компаниялар қадап кеткен екен. Және де ол менен көбек сұрады. Досыма самый лучший трейдерский компанияны тауып беруіме уәде берген болатын, және де мен іздеуге кірістім. Интернеттің барлығын шарлап, ютубтағы видеоларды қарап, ең лучший платформаны таптым. Сөйтіп capital.com сайтын тапқан болатын. Бұл жерде жаңадан бастап жатқандар үшін өте көптеген керекті, қажетті материалдар және де бесплатный тегін демо-счет бар екен. Соның арқасында сіздер кішігірім ақшамен де бастасаңыздар болады. Достым, сен үшін капитал ішінде барлық жағдайлар жасалған. Яғни сен үшін арналған демо-счет бар және де керекті материалдар бар. Соған қарап сен оқып, трейдинг туралы білсең болады. Одан бөлек ақша шығару өте жылдам, 24 сағат ішінде сенің ақшаңды счетыңа шығарып беретін болады. Ешқандай жасырын комиссиялар жоқ және де сенің ақшаң $1 миллион дейін қаражаттандырылған. И кстати, достар, менің төменде тұрған сілтемемен кіріп, сіздерге тегін $50 береді. Қолданып көрсеңіздер болады. Так, біріншісі неше? 32, да? Мына стартты бересің и дайындал. Біріншісінде 32 шыққан болатын, көрек ал. Бейті құсы қуат тұрам, жерген деп бар ғой. Көріне ма сосын барып? Көрінеді. Соңғы сепір. Ең мықтысы көрінеді ғой, жергеннен кейін. Ал кетті ал, палуан. Дейсің ғой. Так, қанша шықты? 34-те 7 шығып барды достар. Үшінші попытка ал. 34-те 7 килограмм қуат. 37 қыласы ба? Давай. Может, бір-ек шапалағың берейін дейсің ғой. Қара. Көрек ал. Старт тазасын, и дайын болсаң. Кетті ал. Қанша шықты? Ой, шешем 33. Так, бізде Нунакон Нұрболаттың ең лучший қуаты 34 шықты. Бізде Дейлин. Бірінші қанша шығардым? 52 шығардым, бірінші істегенді досы. Көреміз қазір, қанша шығатын. Шапшаттым енді. Бөже ақталып жатыр жігіттер дейсің. Дай көрек ал. Так, бізде Дейлин қысып жатыр. Что қанша шықты? 46-та 9 болды мынау, кетіп қалды мынау. 46-та 9 болды жаңа. 46-та 9 килограмм деп есептейік. Қалған 2 попыткаң бар, ең лучший попытканы сақтап аламыз. Нұрлан, что қанша шығарам деп ойлайсың? 0. 0 ба? Бар шығар енді бір уақытлығында істегеннің. 43-те 3 шықты. 43 килограмм шығарып жатыр достар. 46-9 шығып өтті. 46-9 ба? Демал болсаң ба дейсіз что? Асықпа. Көреміз, кімде қанша шығатын. Так, Нұрболат берілмеймін деп шешті, сол қолмен ұрам деп жатыр. 10 қолда сен ең мықтысы 34 болды, ә? 10 қолмен тренер болды. Неге Нұрлан дейсің ба? 28 шығып тұр сол қолмен. Давай, соңғы попыткаң кетеді. Алды 52-сі берді мен, Бека біледі оны. Білмеймін, өтірік айтады дейсің ба? Мойындамайым деп ба? Да! Так, 49 үшін ал. Так, ең жоғарғы результат пока что бізде 49 килограмм. Чо там 49 әдемі, ебать. Көші. Нұрлан қалам кетті ал бізде. Сима гигачат. Кеттік па? Кеттік. Просто қысасың, максимально қысасың. 51-де 4, ема, достар. Старттасыр қайтады. Самый лучший результат таламыз, если что. Батяның күші бар дейсің ғой, Нұрланда, ебать. Қанша? 47-те 9, ема, минимум 47-те 9 болып отыр. Не дейсің, Нұрболат? Мен чорттым. Салмағы бізден 30 кило көп қой. Соңғы попыткасы Нұрлан қаламның. Үшінші попыткасы көрек ал. Қанша? 43.
Короче, 43. Минимум 43 болды, ең лучший 51 килограмм болды. Так, енді бізде Зевті көрейік. Так, Зев қанша шықты көрсетте сал экранға. 80. Кетіп қалды ана, тоқты. Кетіп қалды. 80 болып берді, кетіп қалды. Не, ЛБС-пен тұрғанша сенде. Жем атау жүр. Ебай, топ, бизнес кіріп жатыр маған бірақ. Оң қолмен көрсе болмасын. Сол қолмен. Болмады мені. Қане, қанша? 20 болыпты. Ебать. Қызы бар екен көріп тұр дейші оға. Қана 80 деп тұра алмай қалды бірақ дейді. Жақсы оң қолмен көресің. Көрші ал. Мында білмеймін, какой-то фигней занимаются они. 33. Так, Зевте самый лучший результат 33. Сенде 34. Сен сол орын алып тұрсың ғой. Тұрмақтық жетіп алам. Сарт берейік, ал все көрді. Че там, қанша шықты? 33-те 8, асқан жоқсың ғой. Ятпақ қалды ғой. Үш попыт беріледі. Старт басылмаған ғой. Үш попыт беріледі. Неше шықты? Бәлі барған сайын құлдырап 28. Барған сайын құлдырап жатыр. Зев кеттің ғой. Нөл болады. Че там енді бізде Досымжан қалды, Досымжан да че-то көп шығады сияқты ойша. Рекорд жасайды явно. Мен Просто рекорд жасайды сияқты. Просто астында осыны максимум бүйтіп тұрып бар ғой. Көрейік ал достар, бізде Досымжан. Мен оң қолым ауырады да. Сол қолмен істесең де болады. Еще қайыр oldu. Екі қолмен де істеуге болады, точек. Зат қысқанда. Так, бізде Досымжан қысып жатыр. Че там қанша шықты? 35. Так, бізде 35 килограмм, 3 попытка бар, если что. Беленнен қаласың ба? Максим 51 килограмм Нұрланда. Сол қолым. Қасымызда прям жылқылар жүр, достар. Прямо жылқылар жүр. Алматы қаласындамыз. Ал көрейік ал. Досымжан кетті ал. Қанша? 36. Лейн. 36. Сенен көп күтіп едік қой. Істеуге болатын еді, мына қолым жаман ауырып жатыр. Ауырып жатыр ма? Екінші қолмен көрсе болмаса? Сол қолым сол слабый тұр. Неге екенін деп қоясың ғой. Қанша? Берілдің бе тосы? Короче, достар, бізде ең лучший результат Досымжандікі 36 килограмм болды. Қайсы сен көрейін. Так, енді мен қалдым ба не тек? Иығым арып қалды ғой дейсің ғой. Ақталып бастап жатыр дейсің ғой. Так, соңғы мен қалдым. Жігіттер қанша шығады деп ойлайсыңдар? Нұрлан асам ба? Сен жасап жүрсің, ананы өзің алып алып үйіңде тірнеп пісіріп жүрсің, ешкі болмайды ғой. Не, мен ершаттаспын, мен хватым кішкентай, қарасаң. Сильный емес хватым. Көреміз ал. 80 шығар. Ершат сен қаншасы? 80 шықпайды. 49. 50 шығар. Кай, 50 асып таймын. Асырасың ба? Елу 51 болды ғой, рекорд. Көреміз ал. Бәлі! Қанша көрсет. Кетіп қалмайды. 43. Нұрлан болмайсың ана? Ой, яттылды. Өскенде Нұрлан балам. Нұрлан болу керек қой, достар, бәлі. Яттылды. Мен немес спортпен айналысып секіріп өлейін ана жерден. Мен де спортпен. Осай тағы. Так, кеттік ал. Ебать, қолым. Ауырт жүреді ана шейді. Ауыртады кішкене. Бәлі, тоже самый шығып тұрған. Ең істеп көрші, қылдырайсың 43-те қара. Басқа қолмен көр. Екінші қолмен ба? Бля, сол қол слабыйлап атты айдеп көрейік бұнда да. Так. 43-тен қылдырайсың қазір. 40 қол мынау. О, достар, астым. Маған жетпеді. 48. Қайсы берші маған. Бір көрейін. Нұрлан, бұндай рекордқа жетуге не көмектесті саған? Барлығынан көп шығардың ғой? Дым істемедің ба? Темек шегінде. Не деген пропаганда мынау, кеттік ал, көрейік ал. Белин. Қанша? Қайсы, мен соңғы рет істепсеңші. 45 килограмм. Көресің ба? Көрейін. Просто дұрыстен жоқ шығар мен. Көр ал. Нұрболат тағы бір көрем деп шешті. Қанша, Нұрболат саған бір техникасын көрсету керек ау дейм ба? Давай кеттік ал, соңғы попытка. Қазір 52 килограмм. Ей, не болды? Нұрболат. Бля, максимально. Максимально қиналып қысқанда шыққан қараңдаршы. Айтып тұрмын қылдырайсың. Одан сайын Ма, пиязик. істей береді екенсің.
бәле жігіттер не болды в общем осындай видео болды жігіттер просто на ходу түсіріп тастадық сіздерге ұнайды деген ойдамын в общем хваттарын тексеріп шықтық жігіттердің қаншалықты мықты екен енді нұрлан көріп тұрғандарына жігіттер ең мықтысы болып тұр хват 51 килограмм сенде қанша шықты 49 иә 49 Салма бізде видео 49 шықты и менде 48 шықты достар и соңғы орын бізде вроде зев болды иә 33 сексен түсіре алмай қалдың бірақ а нечесін сатып алынған десең ау иә сатып алынған кішкене алтын доптың иесі тағы ай блин достар тағы да Месси алып кетті десең достар аңғараңдар напоследок видеоны соңғы қарағандар үшін